қымбатымыз құрбы-құрдастарды жинаған жайымыз бар. Құрбы-құрдастарды жинаған жайымыз бар. Армысыздар, құрметті де қадірлі. Қара қылдыққа қайратыл, құрамдысы қаһарлана қалықтайтын. Қазандар оттан түспеген, қызылдар аттан түспеген қалың елім қазағым. Ассалаумағалейкум. Алтын күрекпен жер жүзін жібітіп, келер жылды аямай өткізіп, жетісуға жасылдан көйлек кигізіп, Сарыарқаны самал желге сегізіп, Алатаудың төбесін көкке тегізіп, Қаратауға құт береке легізіп, ақбалықтарды аттанып, шым қыздарды шаттандып, айтып ертегінді, жайып желкенінді, елімізге келіп жеткен әз дауыс берекесі. Армысыздар ағайын? Бармыз. Көргенде қуанасың тазалады. Жүрекке сезілгенде жаз әуені. Жыл сайын мәңгі бақи тойланатын наурызың құтты болсын. Бәрекелді. Ежелден жанарту мен жасампаздықтың бастауы болған, күллі түркені тойлаған бұл әз дауыс мейрамы. Ендеше, ұлдар жеріне келіп жеткен ұлыстың ұлы күні бәрімізге қуаныш пен шаттық әкелсін ағайын. Өзіміздің ерасы бауырымыз ауылға келін алып келе жатыр. Ал енді менің сүйінші қармышыма не бересіз? Ай шіркін әдесейші. Онда менің аттан саған бір ірі қара болсын. Бақ шіркін. Ірі қара болмaz енді. Өзімнің атымнан болынды бе? Ол, жігіттер мен қыздар, біздің арамызда ең кенжеміз ерасы үйленіп дүбірлі той жасамақшы. Ал Әліп, сенің еңлікке деген сүйіспеншілігің бар екенін бұрыннан білем. Енді құдайын бұрқанын олады. Ей жігітім, тоқтасын бәлкім. Біздің қызымыз жігіттің көңіліне қарап, мойынсына жай қыз емес. Егер де мына Әли біздің қызымызға шынымен ғашық болса, мына дүйім жұрттың алдында дәлелдесін. Қыздар көзін байлаңдар. Олардың арасынан егер сұрақтарыңыз наурызға байланысты болса, қоя беріңіздер, мархабат. Сұрақтарымыз тек наурыз төңірегінде болады. Ал, ендеше бірінші сұрақ тыңдаңдар. Жылдың ең алғашқы күні қалай аталады? Жігіттер, яғни қалмай. Көрісу күні. Тоқтар, жылымық. Егер жігіттер білмесеңдер өзіміз-ақ айтамыз. Жоқ, жігіттер, мен білетін сияқты. Қыздар бұл, ұлысың, ұлының емес. Жарайды. Наурыз айының алғашқы желі қалай аталады? Мүмкін самал желі? Жоқ. Марал желі? Жоқ, тарапқа желі? Бәлкім самал желі? Жоқ. Мен білетін сияқтымын жігіттер. Мүмкін алтын күрек? Ай, асқанмай. Қыздар мен жігіттер, қазақтан мынандай бір келер сөз бар. Қызды көркіне ақыл сай болса, ол бір ғанибет естейді. Солай емес пе жігіттер? Солай. Ал енді қыздар, көркіне сертаңыз. Ал енді ақылдарыңызды тексерсек, қалай қарайсыздар? Ал олай болса жігітім, қой сұрағымды. Ал қыздар тыңдаңыздар. Көктемнің алғашқы көгі қалай аталады? Ал жауап беріп көріңдер. Қыздар, мен білемін, бұл бәйшеше емес пе? Ай, жарап бәрекелді. Ал қыздар, мен сұрағымды тыңдаңыздар. Наурызда
Жігіттің қызға берді алғашқы сыйы. Қалай аталады? Таба алмайды жігіт. Тоқтай тұрыңдар. Мен білетін секілдімін. Бұл сұрақтың жауабын біздің егіт жақсы бет. Ей, ченчик. Қыздар, ақидарыңыз көргілеріңізге сай екен. Қыздар, жігіттер, екі елді қосып тәуір етіп отырған, екі ағайынды қосып бауыр етіп отырған біздің қос қашығымыз Ерасыл мен Қашауымызға келіп қалыпты. Біздің Ерасыл деген жігіт жердің төресі. Басталды. Жепсе темір іздейді. Ақылға бай, көргенде көне сай жігіт емеске. Солай. Қыздар былайша айтқанда қазіргіден серісі, бүгінгі төлегені ғой. Ей жігітім, тоқтасын бәлкім, мақтауыңның таңға дейін жалғасатын түрі бар. Бізге де сөз бересің бәлкім. Ал сөйлейміз. Қазақта жігітке жетінер де аз дейді. Солай емес пе? Олай болса, бағанадан бері мақтаған жігіттерің сөзіне сай болса, біздің қызымызға шынымен ғашық болса, мына дүйім жұрттың алдында дәлелдесін. Аллай болса, сенімді таптым, жұмысымды жақтым деп тұрған. Асылдың сынығы, күміс бәйтерегі. Неуден? Тепсе темір іздетін жігіт. Аш шайнап топырақты түкіретін жігіт. Қарсы алыңыздар, Ерасыл ұлдарыңыз. Көрген боласыздар, өз көздеріңізге сенген боласыздар. Көрдік, сөзіңізге діктенді. Ел жақтаған жігітті қыз жақтаған демейді қазақтар. Ал ендеше екі жасқа бақ сүрей отыра. Жігіттің таңдауы, маңдайының бар бағы, ғайшақ келіндеріңізді ортаға алдырайық. Ай, бәрекелді, Ортамызда төлеген тұрдың зорға ахан, сүріндірмей мұзорға, қазған орға әгугай, қыз жібекті ойласаң, нең кетеді-ай ахан, орамалы торадай, беші жорға әгугай, Айырылсың оныңнан, жолсың тусын соңыңнан, хабарсыз кетсең тым ұзақ, саспай шығар соңыңнан. Қыз жібегенді келгенше, келін боп сәлем бергенше, даяр етіп оялып, салдырып сарай көзгеше. Бәрекелді, қандай тамаша жарасымды жұп десеңіздер шарайын. Ал олай болса, мына Абырамалдың ар жағындағы ақ келінеміздің дидарын, мына қалың жұрт көргісі келіп тұрған рас. Рас па жігіттер? Рас. Ал олай болса, мына Абырамалдың ар жағындағы ақ келіндеріміздің бетін ашатын, жүзін жұртқа көрсететін, келіннің беті ашсам ба деп келіп тұрған өзге сұлдарыңызда сен жігітімізге кезек берейік. Toylarınız kutlu olsun. Aleyküm selam. Ен шекілді көріңіз, көргеннен соң біздерге көрімдігін беріңіз. Бір көзден ұшқан
аққуен бір көлден ұшқан аққуен. Әуде. Қонысты қоныс көліңіз, қалып шығыптай бұралған, жастары бар, қарты бар, бидашары деген салты бар. Ал ендеше, келіншектің беті ашық деп жарадаймыз. Ал енді ерасы бауыр, бағанадан бері өз сүйген жарының көргенде тамсанып отыр еді. Енді сүйген жарының қасына баруға рұқсат. Неге қошемет жерді? Ал енді Ерсұлтан, біз саған қолға салсақ па деп тұрмыз. Соның алдында бір арқаны жебіріне қоздыратып бір күйдей жіберші айналайын. Яки? Алшақ! Ай бәрекелді. Жарай. Жібереді мені. Шап. Шап! Сүйген мауыл! Аттың басы. Қанеке, жетті әбе. Бұғыл шапыға! Шап. Қане. Ну, не дейін өшкеніміз? Бәрекелді. Жарай. Шап кәне! Мынаны қара. Ай, Қыз айтпақшы, қыздар, жігіттер, елде екі дүниең абат болсын, қос бақыты қабат болсын деген бар емес па? Ендеше, бұл әулеттің жалғыз қуанышы мына Ерасылдың тойы ғана емес. Я, мінекей, барша қазақ елі бүгін наурыз тойын думандатып тойлап жатыр. Сонымен қатар, біздің кенжеміз Ерасыл үйге сұлу келін әкеліп той жасап жатыр. Қыздар мен жігіттер, бұнымен біздің той әлі біткен жоқ. Біздің кенже Ерасыл сүт кенжесі елге, туған жеріне деген алғашқы қадамын жасамақшы. Бұл қандай той деп ойлайсыздар? Әрине. ендеше, сіздер ол, біздер ол бірге тойламадық па? Той! Ал бұлай болса, туған жеріне алғаш рет қадам басайын деп жатқан ағар спатымыздың болашағы зор. Болашақта еліміздің нар тұлғалы азаматына болатынына біз сенімдіміз. Ал бұлай болса, әсем әуелмен ағар спатымызды ортаға шақырайық. Қанеке, ортаға шақырайық. Қазақта қандай да бір той болса 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлаған. Соның ішінде сәбилердің тойын ерекше атап өткен. Ал міне, Ағалыстай батырымыз әділ болсын деп ағалы жіппенен.
көрікті дана болсын деп малды тоқ шегменен. Көрегенде дана болсын деп ала жіппен байлаған. Дұрыс айтасың, бәрекелді міне. Дұрыс айтасың. Ал енді Ерсұлтан бауырым. Бұл тау десе саған бұйырып тұр екен. Келсеңіз. Ақ жолдың бойына бүлдіршініміз білімді болсын деп кітап қойған екен ағайын. Кітап. Ал өнерлі болсын деген ниетпен домбыра қойған екен. Ал ел бастаған көсем батыр болсын деген ниетпен қамшы қойған екен. Бәрекелді. Ал Ерсұлтан мына тұсаукесер рәсімі өзіне бұйырып тұр екен. Бисмиллахынды айтып, іштен дұға тілектеріңді тілеп, мына кішкентай ағас батырымыздың тұсауын кесуіне рұқсат. Ал бәрекелді. Қаз балам, қадамастан мәз болам, жүрегімді шешелі ай, ұзауымды кеселі ай. Бүлдіршініміз не таңдар екен? Ойланып тұр балам, батырымыз. Қанеки? Бәрекелді. Домбыраны таңдауыңызда себебі басша. Мына Ерсұлтандай ағасы тұсауын кесіп тұрғанда неге таңдамасқа? Бәлкім болса Ерсұлтандай ағасы секілді әнші болатын шығар. Ал Ерсұлтан, сенің тұсаукесердің барлық нәрсіне қатысып, бізге қошемет білдіргеніне рахмет. Алғысым шексіз саған. Ал ендеше қыздар мен жігіттер осы тойды жалғастырып бір ән шырқамадық па? Қанеки? қыздар? Баталы сөз балаға азық демей ме қазағым? Ya bize Жабырмен жер көгереді, батамен ер көгереді дейді. Мен соның салдарынан, соның арқасында мен мына қалың жұрттан бір бата алсам ба деп тұрмын. Сол себептен мен Қыдырхан шақырғым келіп тұр ортаға. Асыл болмаған еді маған. Алладан болсын шапағат. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бәле жала жерге енсін. Қайда барсаң жол болсын. Наурыз құтты болсын. Енді осы Қыдырхан шығарып шығарып салу қарсаңында енді тағы бір өлең арнаса қайтеді. Той Қанеки?
Thank you.